Кайырлы күн, селедка под шубой жасаймыз. Пищевая пленкага кызылшамызды теркадан өткізіп, салып шығамыз. Үстінен майонезімізді себеміз. Одан соң теркадан картопты өткізіп қойып шығамыз. Қайтадан майонезімізді сеуіп шығамыз. Қайтадан сәбізімізді қойып, жақсылап барлық жеріне жеткізіп, жағып шығамыз. Оның үстінен майонезімізді сеуіп, жұмыртқамызды теркадан өткізіп, оны қойып шығамыз. Одан соң балығымызды қоямыз. Селедка немесе консервадағы балықты алып, турап, осылай қоямыз. Майонезімізді сеуіп, енді осылай пищевая пленканы алып, ораймыз. Екі жанын жақсылап байлап, 2 сағатқа холодильникке қойып қоямыз. 2 сағат өткеннен кейін алып, сыртын осылай қалауыңызша турап, тарелкаларымызға салып, бетін өзіңіздің талғамыңызға қарай әсемдеп, майонезді осылай жағып қойсаңыздар болады, немесе майонезді жағып, жақсылап үстінен укроп сеуіп қойсаңыздар болады. Өте әдемі көрінеді, дәмді шығады. Міндетті түрде жасап көріңіз. Жасап жатсаңыз ас болсын. Егер де видеоны соңына дейін көрген болсаңыз, каналыма тіркеліп қойыңыз.